Жалғыз жортқан арлан болу, ол дегеніміз жауынгер болу. Өз өміріңе, жасаған істеріңе, өзіңе қатысты барлық нәрсеге жауапты болу. Өз дегеніңде кім не айтса да нық тұру. Әлі көрмеген, білмейтін нәрсеңе аса батылдықпен қадам жасау. Бұл нағыз көшбасшының жолы. Маған сен мынаны түсінуің керек. Барлық кезде сені қолдамайтын, сын айтып жерге ұратындар табылады. Ол сенің достарың, отбасың, тіпті бүкіл әлем болуы мүмкін. Ешкімге сенбейтіндермен де қақтықсасың. Беймаза, қыңыр, қырсық адамдармен де. Өздері сияқты ету үшін олар сізді өз деңгейіне түсіргісі келеді. Олардың бұлай жасауларына не себеп? Барлық себеп олардың ойлау жүйесінде. Сен олардың жасауға батылы бармай, қорыққанды жасап, өзіңнің жолыңмен нық келе жатырсың. Сен адамдарды өз өмірінің тереңіне сүңгіп, ойлануға мәжбүрледің. Олар өзінің өміріне әсер ететін сын сағаты туғанда дұрыс шешім қабылдамаған. Тобырдың артынан еріп, өмірін қор қылғанын түсінгенде, оларды ыза-кек жайлайды. Оның ашуын сізден алғысы келеді. Алға жылжуын тоқтатпа. Есіңде болсын, саған қалай өмір сүру керектігін үйретуге ешкімнің хақысы жоқ. Қайда, қалай өмір сүру керектігін шешетін тек сен. Өзіңнен сұра. Шынымен нені қалаймын? Бұл сұрақты бір рет емес, 1000 рет сұра. Жүріп өткен жолыңның әр кезінде өз ойыңның тұңғиық тереңінен суырып, қайта-қайта сұрайтын сұрақ бұл. Шынымен мен нені қалаймын? Адамдардың келеке жаман сөздерінен алып тоқтап қалма. Сенің қатысы жоқ заттардың бәрінен арыл. Сенің өмірлік мақсатың не? Өзіңді қалай биікке көтермексің? Ешкім әлі жүрмеген сүрлеумен жүруге қорқпайсың ба? Өйткені ол таныс емес. Бірақ сен оған құштарсың. Жүрегің сол жаққа тартып тұр. Осы жайлы ойлан. Біздің жолымыз бір қалыпты емес. Кейде төмен, кейде жоғары, ал кейде мүлде қирайды. Әрқашан осы сұрақты өзіңе қой. Сонда қайтадан өз қалпыңа түсесің. Сен қыран құстай қалықтайсың. Өткен өміріңден алып, кептеліп қалудың орнына жан тыныштығын табасың. Өзіңді жақсы көр, өзіңнің ең жақын досы бол. Өз өміріңе жауапты болу сені жалғыздыққа әкелуі мүмкін. Егер сен өзіңнің жауың болсаң, сенің жолың 1000 есе ауыр болады. Ал өз қуатыңның бір бөлігін, өзіңнің қандай екеніңді мойындап, өзіңді жақсы көруге жұмсасаң, сенің жолың 1 миллион есе жеңіл болады. Өзіңді жақсы көру қасиетін бойыңа дартсаң, бұл адам баласының қолы жете бермейтін, сарқылмайтын мықты күшке ие боласың. Өзіңнің күшті тұстарыңды біліп, өзіңді басқа қырынан танып, әлсіз жерлеріңді сезіну, өзіңді жан жақты тану, ішкі ойыңмен үйлесім табу, жетістікке жақын қалғаныңның айқын көрінісі. Бір дана қарт айтқан екен: басқаларды білген ол дана, ал өзін білген ол нұрланған. Өзіңді терең танып, қалай бар солай қабылдағанда ғана өмірде шалқытпай қадамыңды нық басасың. Егер сен тобырдың айтқанына ермей жалғыз жортуды таңдасаң, өмір саған ауыр сынақтар беретін болады. Жалғыздыққа қадам басудың өзі қорқынышты. Ішкі даусыңның үнін естіп, оған еру көп адам ойлағандай оңай емес. Ол қорқынышқа бетпе-бет қарап, көп нәрсені құрбан етуді талап етеді. Өзіңнің басты мақсатыңды ұмытпа. Өз құндылығыңды біліп, ішкі қуатыңды сезін. Сені өз жолынан тайдыруды ешкімге мүмкіндік берме. Жолыңды жалғастыр. Құласаң қайта тұр. Соңына дейін бар. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Жай ғана жаса. Алда жаса.